төмен шұңқырға түссең бүйрегің түсіп қалайын дейді. Ондай машиналар да бар, иә. Ал енді жарыс машиналарында әсіресе сондай болады, спорт машиналарында. Оларға жұмсақтық, комфорт. Қалайсыздар? Біз физиканың әр тақырыбына ұбт-да келген есептерді шығарып көрсететін боламыз. Яғни, кинематика тақырыбын өтіп жататын болсақ, ұбт-да келген кинематикаға қатысты есептердің барлығын шығарып көрсетіп отырамыз. Ал енді бірінші есебімізді қарастырайық. Түзу сызықты қозғалған дене координатасының уақытқа тәуелділік графигінен 3 секунд пен 4 секунд аралығындағы дене жылдамдығының x ойысіне проекциясы дейді. Примерно ешкім ештеңе түсініп үлгермей қалды. Енді өзім жай қарапайым адами тілмен айтып берейін. 3 пен 4 секунд аралығында дене жылдамдығы дегенді ғана біз басты назарымызға ұстайық. 3 пен 4 секунд аралығында дененің жылдамдығын тап дейді. Дене жылдамдығының табу формуласы енді v тең s бөлінген t деген формуланы білсек жеткілікті. Ал енді s дегеніміз бұл жерде қанша километр? Денеміз мына жерден бұлай қозғалған екен, сонда біз 120 деген деңгейден 60 деген деңгейге түскен. Сонда аралықта жүрген жолы қанша? 120-дан 60-ты аламыз, 60 метр жол жүрген. Сонда s тең ол 60 метр болды. Ал енді уақытымыз қанша уақыт кеткен? 3 пен 4-тің аралығында 1 секунд, яғни 1 секунд 60 метр. Сонда жылдамдығымыз 60 метр секунд болған деп осыны алып мына жерге белгілей салсақ, үлкен қате жібереміз. Не үшін? Себебі денеміз 120 деңгейден 60 деңгейге түсті. Яғни қозғалысымыз біздің x ойысы бағытына қарама-қарсы болып тұр. Яғни бізге проекциясы керек болып тұр ғой. X ойысіне проекциясы. Біздікі төмен бағытталғандықтан минус 60 метр секунд жылдамдық болады. Енді бұл есепте бірнеше нұсқалары дұрыс болады екен, яғни жауап нұсқалары өте көп. Енді есепті шығарып бастайық. Серіппеге ілінген жүк 1 минут ішінде 30 тербеліс жасады дейді. Яғни t тең 1 минут ішінде 30 тербеліс жасады, яғни n тең 30 тербеліс жасады. Егер серіппенің қатаңдығы 10 ньютон бөлінген метр болса, онда жүктің массасы қанша килограмм болды дейді. Енді мынандай қарапайым есеп. Енді бұл есепті шығарудың екі түрі бар, мыжып шығару немесе тез-тез шығару. Тез-тез шығару дұрыс емес енді әрине, бірақ уақыт жағынан үнемдейміз. Бұл видеода мен екі түрлі шығарып көрсететін боламын. Яғни бір рет мыжайым, бір рет жай тез-тез шығара салатын боламын. Ал енді біз тез-тез шығарып бастайық. Периодтың формуласы t тең 2 пи m бөлінген k деп шығара салуға болады. mk. Енді Counter-Strike ойнайтындар оңай жаттап болады деп ойлаймын. m бөлінген k. Енді период дегеніміз не? Яғни бір тербелуге қанша уақыт кетті, соны көрсетеді. Оның формуласы енді қарапайым. T уақытты тербеліс санына бөле саламыз. T енді мына жерде 1 минут, ол 60 секунд деген сөз. 60 секундты 30-ға бөле салсақ 2 секунд шығады. Яғни периодымыз 2 секунд болды. Енді ол 2 секундты алып, мынаның орнына қоя саламыз 2-ні. Сонда 2 тең 2 пи түбір асты m бөлінген k, mk. Енді 2 мен 2-ні қысқарта саламыз. Сонда 1 тең пи түбір асты mk қалды. Енді мына жерде түбір астан шығаруымыз керек қой. Біз сол үшін 2 теңдеудің екі жағында квадраттай салайық. 1-дің квадраты 1 тең пи квадрат m бөлінген k болды. Енді пи квадрат дегеніміз ол есептің берілгенде көрсетіп қойған, 10 мен аласаңдар дейді жуықтап. Ал енді сонда 1 тең 10m бөлінген k деген теңдеу шықты. Енді мына жерде k-ны да орнына қоя салайық. 1 тең 10m бөлінген k дегеніміз қанша берілгенде 10 деп тұр, Енді 10-ды қоя салайық. Сол кезде 10 мен 10 кетті. m тең 1 деген қалды ғой сонда. m тең 1 килограмм болған екен. Есептің жауабы осылай шығып кете салды. Ал енді осы есепті мыжып шығарып көрейік. Серіппеге ілінген жүк дейді. Яғни бірінші біз серіппені салып алайық. Серіппеміз мынандай жерге бекітілген. Серіппеміздің суреті бір массасы m дене бекітілген. Бұл тыныштық күйде тұрған кезде бір осындай қалыпты тұра береді, осындай деңгейде тұрды. Бұны тартып тұрып жібере салсақ, немесе мыжып тұрып, сығып тұрып жібере салатын болсақ, бұл тербеліп бастайды. Тербелген кезде бір ішке қарай мынандай қашықтыққа, сыртқа қарай мынандай қашықтыққа кетеді. Сол кезде тартып тұрып жібере салған кезде біздің серіппеміз төмен қозғалды. Сосын өз тепе-теңдігінен өтіп жоғары жақ амплитуда, төмен жақ амплитуда, жоғары жақ амплитуда деп тербеле береді. Енді серіппенің барынша ең максимал қашықтыққа созылуы ол енді амплитуда деп айтамыз. Амплитуда мен белгіленеді. Яғни бұл да өлшем бірлігі
сантиметр немесе метрмен өлшене береді. Енді мына жерде не үшін толқын қылып салып жатырмын? Енді ол жоғары төмен қозғалды деп мен бүйтіп бір орында сызып тұра беретін болсам, не шығатыны түсінікті, иә. Енді мына жердегі 1 минут дегеніміз осы мына серіппемізді тартып тұрып жібере салған кезде ол тербеліп, мысалы басында былай тербеліп барды да, ақырындап тербелісі азайып тоқтады. Соған дейін қанша уақыт кетті, соны көрсетіп тұр 1 минут деген, иә. Ал енді 30 тербеліс жасады дегеніміз сөз, ол 30 рет өтіп шықты мына жерден. 30 рет. Бір тербеліс деген қандай ол? Бір тербеліс деген тепе-теңдік қалпынан шықты, төменгі амплитуда, жоғарғы амплитуда қайтадан өз орнына келді. Яғни осыдан мына жерден мына жерге дейінгі кеткен уақыт ол период болады. Яғни бір тербеліс деп айтамыз мынаны. Толық бір тербеліс. Бір жерден шықты, өзінің максималды түрде қай жерге дейін барылады, соған барды. Сосын қарама-қарсы жағы сондай жеріне барды, қайтадан өз орнына келді. Осы бір тербеліс болды. Сонда мынау бір тербеліс, екі тербеліс деп санай береміз. Сондайдан мынау 30 тербеліс жасаған екен. Егер серіппенің қатаңдығы 10 ньютон бөлінген метр болса дейді. Енді қатаңдық дегеніміз не? Мынау қандай материалдан жасалғанына байланысты, иә. Мына жерде темірден жасалды ма, мыстан жасалды ма, немесе ол қаншалықты қалыңдықпен жасалды, соған байланысты. Енді машинаның мысалы пружинасы болсын, кейбір машиналар жұмсақ жүреді, кейбіреуі қатты жүреді, онымен шұңқырға түссең бүйрегің түсіп қалайын дейді. Ондай машиналар да бар, иә. Ал енді жарыс машиналарында әсіресе сондай болады, спорт машиналарда. Оларға жұмсақтық, комфорт керек емес, оларға барынша жолда нық шайқалақтамай ары бері тұрған жақсы. Ал енді қалада жүретін машиналар, ауылдық жерде жүретін машиналар болсын, оларға барынша жұмсақ болған дұрыс, иә. Машинаның жұмсақ жүруі, қатты жүруі осы қатаңдыққа байланысты болады. Енді жүктің массасын тап дейді. Енді жүктің массасын табатын болсақ, жаңағы Т тең 2π түбір асты МК деген формуламен таба саламыз. Енді мыжу деген не? Мыжу деген теорияны білмейтін оқушыларға айтып бердім. Яғни бұдан да терең мыжып, мына формуланың қайдан шыққанын есептеп шығуға болады. Бірақ біз оған уақыт құртамыз ба, құртпаймыз ба, оны өздеріңіз таңдайтын боласыздар. Осы біздің ұбт-ға дайындықта қалай дайындалуларыңыз келеді. Яғни бірінші нұсқа ол тез, екіншісі ол мыжу, иә. Яғни өздеріңіз таңдайсыздар. Қайсымен дайындалғыңыз келеді, сонымен дайындаласыздар. Біз сол туралы видео түсіретін боламыз. Ал енді осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше